Қайын-сіңілім, қайнапаларым келсе бөлмемді ақтарып кетеді. Иә, солай. Ал оның қалай екенін қазір мен сіздерге баяндап берейін. Мен осы недавно стримға кірген кезде бір актуальный тақырып қозғалған. Сол кезде бір келіншектің жазғанын мен сіздерге айтып берейін. Бір келіншек емес, негізі бірнеше келіншектер жазды. Күйеуге шыққан, күйеудегі тұрмыстағы қайын-сіңілі, қайнапасы бар екен. Көрші ауылда тұрады екен. Ал төркініне, өзінің төркініне келген сайын келіннің бөлмесін ақтарып, керек заттарын алып, өзіне керек заттарды қолданады екен. Төркіні жақынның төсегі жиылмайды дейді ме? Бірақ бұл мақалдың маған түк қатысы жоқ, өйткені мен таңертең жинап атқаным ғой. Әрі қарай әңгімені жалғастырайық. Сіздердің ойыңызша бұл дұрыс әрекет деп ойлайсыздар ма? Мен өз басым ол заттарды рұқсат салғанды қаламаймын. Өз басыма ондай әрекеттер ұнамайды. Былайша біздің тілмен айтқанда ол әдепсіздік дегенді білдіреді ғой. Қанша сен өзімнің әке-шешемнің үйіне келдім, қыдыруға келдім, өзім не істесем де өзім білем деген ол әрекет дұрыс емес. Сен ол үйге төркініңмен барғанмен, сен бәрібір ол үйге барғанда сен қонақсың. Қыз қонақ деп бекер айтпаған ғой қазақта мақалды. Біздің тілмен айтқанда жеке мүлік дейді ғой. Жеке мүлікке тиіскенді кім жақтырады дейсіз? Келінім олай айтпайды, ештеңе демейді дегенмен бәрібір сізге мінекей көріп тұрсыз ғой. Сізге айтпағанмен басқа жанға сырын ақтарып отыр. Сондықтан келінімен жақсы әрекетте, жақсы қарым-қатынаста болам десеңіз, ондай әрекет жасамауға тырысыңыз. Ондай әрекетке көшпесеңіз, құда да тыныш, құдағайда тыныш болады. Сондықтан келіндеріңізбен, ең басты келіндеріңізбен сыйластықтарыңыз артса, ата-аналарыңыз да бақытты, бауырларыңыз да бақытты болады. Сіздерге де сол жақсы емес па? Алыста болсаңыз да сыйласып жүргенге не жет? Сіздерге жақсы жағына түсіндірдім деп ойлаймын. Сіз осыған деген ой-пікіріңізді қалдырыңыз.